Құрметті көрермендер, бүгін Касс-Медиа бағдарламасында киім саудасымен айналысып жүрген біздің тәжірибелі кәсіпкеріміз Гүлия ханым. Қалайсыз? Жақсы, рахмет. Көңіліңіз қалай? Рахмет, жақсы. Әдемі киім киіп отырсыз, әдемі көйлектісі қандай әдемі, үлгісі қандай әдемі. Рахмет. Сіз осы іспен айналысқаныңызға бірнеше жыл болыпты. Алғашқы кезде қай мемлекеттерден киім алдыңыз? Балалар киім бар, ересектер киім бар, әйелдер киім бар, ерлер киім бар. Қайсынан бастадыңыз? Мен негізі Қытайдан бастаған, балалар киімден бастаған, сәбилер, балалар киімден осы бизнесімді бастаған. Алғашқы кезде бір қиындықтар болады ғой, сіз айтып бере аласыз ба? Қиыншылықтар көп болды. Мен сол детский киімге қызығатын едім. Содан бастағаным сол именно кішкентай сәбилердің детский киім, балалардың киімінен бастаған бизнесімді. Ол кезде біз Қытайға барып жүрдік. Қытайдан әкелер едім. Қазір бизнесімнің направлениясы өзгерген. Мен қазір Турцияға барып, детский, жаңағы взрослый қосып, как сондай киімдерді сатамын. Қараңызшы, бірнеше жыл бұрын Қытайдан бастадыңыз, қазір Түркиямен жұмыс істеп жатырсыз. Айырмашылықтар қандай? Кішкене жеңілдіктер болды ма? Ну, конечно, ол Қытайда біз алдын, может, біз бастағанда сондай киімдерді растаможка жасайды, оның упаковкасын өзіміз жасаймыз, сосын өзіміз неге апарамыз. Ол кезде біз Урумчи қалаға баратын едік. Ол кезде автобусқа өзіміз таситын. Қазір Турцияның условиясы әдемі. Біз, например, мен вообще қиналмаймын. Оны біз каргаға апарамыз, каргада өздері рецепт береді. Кейбір саудагерлеріміз Турцияға бармай WhatsApp-пен жұмыс істеп, бір ақшасын төлеп, жол кіретін деп қалады. Сіз өзіңіз барасыз ба, или сізде сол интернет арқылы жұмыс істейсіз ба? Қазір, например, карантин уақытында біз қазір данный момент бәріміз сондай істеп жатыр. Потому что қазір карантин. Ал жалпы өзіңіз Түркияға барып киімдерді? Обязательно ол Турцияға барып, турецкий киімдер. Өзін таңдап, ұстап, көріп, ағанға жетпейді. Сіз енді әйел затсыз. Шетелдерге шығасыз, киім аралайсыз, жағдайыңыз жоқ дегенде бес-алты кетеді, отбасыңыз, оттағаныңыз қарсыңыз ба? Жоқ, мен негізі жолдасыммен барам. Ол маған өмірде үлкен поддержка, оның вкусы дейді ғой, тағамы өте күшті, сол үшін ол постоянно қасымда. Яғни күйеуіңіздің талғамына жүріңіз. Талғам деп әңгіме бастаған екенбіз. Қазіргі уақытта соңғы кезеңдерде жазғы жабыларымыз қандай түске бейімделіп жатыр, қандай түсті таңдап жатыр, қандай үлгіні ұнатып жатыр. Олар қазір смешанный вкус негізі да. Қазір біздің, например, үлкен жастағы әйелдер жас көріну қалайды. Бұлардың вкустарын әртүрлі да. Вот, например, бізде итальянский моделькалар бар, турецкий модель бар. Даже Қытайдың қазір Европаға шығаратын модельдерді көптері қалайды. Олар қазір бізде жоқ, потому что біз Қытайға бармаймыз, брендовый маркалар бар ғой солар. Біз көбінше Турциядан әкелген үшін біздің моделькалар более андай классический модель. И оның арасында бар енді европейский моделькалар. Но мен өзім классиканы қалаймын. Сол үшін көбірек классикаға жақын наверное. Клиенттеріңіздің кімдер? Менің клиенттерім үлкен әйелдер де бар, жастар да бар, подросткалар да бар, кішкентай бөпелер де бар. Менің клиенттерім солар. Сіздің енді бөпелерге арналған киімдеріңіздің бағасы қаншадан басталады? Әр киімді как өзім баламға алғандай аламын, потому что оның качествосы жақсы болу керек. Потому что ол бөпе, мен ойлаймын, өзім балдарымдан ешқашан сен аямау керек. Олардың, может, біздің ауыл үшін олар шамалы қымбат шығар, но олардың фирмалары жақсы. Мен көп Акон, Бабета деген фирмалар олар. Мен өзім сол фирмаларды ұнатамын, сол үшін сол фирмалармен көбінше істеймін. Ванекс тоже профессиональный, жақсы фирмалар. Бағаға тоқталып өтейік. Қаншадан басталады? Бағалар, например, әртүрлі. Детский бағалар киімдері негізі жақсы киімдері қымбат болады. Футболкалар 3,5-дан басталады. Қаншаға дейін барады 3,5? Футболканың өзі, например, 6,000-ға дейін барады. Сіздің дүкеніңізден, мысалға, айтайық, қазір мектеп басталып жатыр, 6-7 жастағы бір баланы бастан аяқ киіндіруге сіздің дүкеніңізге барып киіндіретін болса, қанша ақшамен бару керек?
Ну, например, если сіз качественно алатын болсаңыз, например, футболка 5000, рубашка тоже 5,5-5000, жақсы рубашкалар. Шалбар тағы 6000-дан, енді есептей бересіз. Содан аяқ киім 8000, более-менее. Бүйтіп қазір жақсы фирмалар тоже, потому что доллардың бағасы асып жатыр. Біз көбінше доллармен істесеміз, доллардың бағасы қандай болса, бізге доллар түскені бізге негізі жақсы. Товарда түседі 20 000, 18 000, аяқ киім, носки, көйлек. Бәрі сізде бар ғой? Бар, иә. Енді мектеп кезінде мысалға мұғалімдеріміз киінеді, олар қанша мен сіздеріңізде бір киімді алады? Олар костюм тройкалар, например, 30 000, 25 000 бар. Сондай баға. Детский киімдердің качестволары мынандай бар, 3000 бар рубашка, например, 2,5 рубашкалар да бар бізде. Олардың уже качествосы 1-2 жылғаннан кейін жібі сөйтіліп, теңесі түсе бастайды. Ондай емес, бар андай цветі өзгереді, качествосы уже білінеді да, что качество мынаның бағасы мен мынаның бағасының качествосы уже сразу білінеді. Сіз өзіңіз қандай үлгідегі киімдерге көбірек мән бересіз? Мысалы, Түркияға барған кезде қандай түсті, қандай киімдерді өзіңіз іздейсіз? Әлде сіз мысалға дүкендерді аралаған кезде ұнаған киімдерді ала бересіз бе? Жоқ, мен ұнаған киімдерді ала беремін. Мен бүйтіп, маған көңіліме жақса болды, мен сол киімді ала беремін. Сосын менің қасымда жолдасым болып, онымен де ақылдасам, қалай осы екеуміз таңдап, білмеймін, сол. Сіздер Түркияға барған кезде жағдай өткізуі бар деп, ол жағы қиын емес па? Қазақстанға өткізу жағы, оған бөлек туристер бар. Иә, оған рас таможкасы бар, иә, обязательно бөлек төлейміз оған. Сол бір киімдер уақытылы жетпей қалып, клиенттерге алдын ала уәде беріп, мысалы жаңа киім үлгілері келеді деп сондай бір қалай айтсам, қиындықтар бола ма? Әлде бұл жұмыстың өзінің бір қиындықтарын айтып өтсеңіз, әлде? Жоқ, ол қиыншылықтар болады, обязательно иногда болады, кешігеді товарымыз. Иногда біз өзіміз самолеттан кешігіп барамыз. Сондай да болған, самолетіміз ұшып, өзіміз қап кетеміз. Ондай жағдайлар да болған. Енді өмірде бәрінсе болады. Сол үшін біз бәрі сынақтардан өтіп жатыр, қиналып та не болады. Соңғы менің енді байқағаным бір 5 жылда көбісі осы киім саудасына өтіп жатқан сияқты. Дүкен болсын, түркиялық киімдер болсын, басқа Қырғызстан, Қытайдың киімдері болсын, дүкен ашып, я болмаса интернет арқылы жұмыс істеп, бұл киімге деген соншалықты сұраныстың көптігі ме, әлде бір бұл қазір елдерінде оңай қабылдай ма? Алып келесің, сатасың, үстіне жоқ, ол, например, әр жұмыстың өзінің қиыншылығы бар. Мен ойлаймын, қазір адамдар өзінің қадырға, өзіні более-менее жақсы көреді. Ал біздің апаларымыз, аналарымыз көбінше барын киіп, сол бала шағам қазір жоқ. Қазір жастар да, үлкен жастар әйелдер де өзіне қарап, бір тойға барса, например, 2 күн тойға келсе, уже басқа киім қалайды алуға. Наверное, қазір уровень жизни біраз жақсы болған, наверное, содан адамдарға айлығы да жақсы, мен сөйтіп ойлаймын негізі. Содан халықтың жағдайы жақсы, содан мен ойлаймын өзімді, содан әйелдер де, бала шағасын да қалайды әдемі, жақсы болып. Енді сіздің сөзіңізге қарағанда дүкеніңізге байлар келетін сияқты, табысты әйелдер киінетін сияқты. Бір айта аласыз ба, мысалы осы бір клиентім бір киінгенде осынша ақшаға сауда жасап кетеді деп. Сізді бір таңғалдырған сондай клиенттер болды ма? Жоқ, неғып біз, например, көбінше ауыл болғаннан кейін бізде көп клиенттеріміз под запись қарызға алады. Қарызға? Иә. Қарызға бересіз, миллиондап, мысалға қаншама клиенттеріңіз бар, қарыз алып жазып кетеді. Қарызын оңайлықпен қайтарады ма? Ну, инсафы бардар, олар, конечно, әкеледі, уже мен постоянно. Ну, ондай да болады, әкелмейтін, біз звондаймыз, қиналамыз, барамыз, сондай да болады. Естен тағылдатамыз, ну, ол аз болады, ну, болады. Жалпы қарызға беруге қорықпайсыз ғой? Ауылда болғанда кейін почему-то арадан танимыз, қорықпайды. Мен әр клиентімді жақсы көремін. Сіздің құрбы сияқты араласасыздар әр клиентпен? Иә. Мен жағы алдыңғы сұрағыма қайта оралғым келіп отыр.
оны сұрап отырғаным, мысалға кейбір жағы ханымдар бар, арулар бар, бір киінгенде бір дүкеннен мысалға жарты миллион ақшамен тастап кетеді да, мысалға 10 шақты киім алса да бір дүкеннен киініп кетеді. Сонда бір клиенттер болды ма, бір қомақты суммаға киімдер алған, бір алғанда? Ондай клиенттер болады, аз болса, ауылда болғаннан кейін аз болса да болады, мына қызын ұзартады, той жасайды, болады. Тұрмысқа шығатын қыздар сіздің дүкеніңізге барып, бастан аяқ, сондай жаздық, күздік, қыстық, 4 мезгілдік киімін сіздің дүкеніңізден алуға болады ғой? Болады. Мына жағыма кеңес беріңізші, қанша ақшамен бастау керек? Түркияға өзі барып, өзі жаңа киім таңдап ала бере ма? Қалай бастау керек? Оны білесіз ба, қанша ақша көп апарсаң, сонша ақша жетпейді. Ол жақта соблазн дейді ғой, соблазн үлкен. Яғни, мысалға кез келген жаңағыдай киім саудасымен айналысам деген кәсіпкер өзі жаңағы ақша жинап, Түркияға барып, ешкімнің көмегінсіз. Иә. Просто басында қиналады, мынау жол, сосын растаможкамен мүмкін қиналатын шығар. Оған обязательно бір адам жолын көрсету керек. Каргаға, как сіз айтқандай, растаможкаға барасың, растаможкаға жасайсың. Дүкендерде, үлкен дүкендер көп, так что өзінің вкусымен заттарын киімдер таңдап, өзінің вкусымен сатса болады.